Бәріне сәлем. Ресей Думасының депутаты Евгений Федоров Қазақстанға қазіргі территориясының бәрін Ресей сыйлыққа берген. Егер қажет болса, қайтарып аламыз деп мәлімдеме жасапты. Сол видеодан үзінді көріп алсақ. Понимаете, одно дело добрый русский человек вам подарил, и вы это цените и дружите с ним, а другое дело, что вы взяли и плюнули, как в данном случае сделала МИД Казахстана. То Россия должна потребовать, раз вы это не признаете подарком, значит тогда отдайте. Енді көп Артур Нығметов сияқты Ресей депутатының бұл сөзіне сыртқы істер министрлігінің реакциясы аздық етеді. Мемлекет басшысының өзі пікір білдіру керек деп отыр. Міне Өмір Шыныбекұлы, мәжіліс төрағасы Нығматуллин мен сенат төрағасы Әшімбаев та арнайы мәлімдеме жасау керек депті. Ақназар Әбдіғаппарұлы Ресей депутаттарының Қазақстан жайлы мәлімдемелерін ел тұтастығына қауіп төндіретін әрекет деп бағалайық деп жазады. Ал Базарбек Атығай біздің билік бұлай сөйлеген депутаттарға сыпайы нота жолдай бермей, Қазақстан территориясына кіруге шектеу қойып, санкция салу керек деген екен. Тоғжан Қожалиева Қазақстандағы бүкіл Ресей телеарналарын жауып, орысша аталған қалаларды қазақшалап, түркітілдес елдердің одағы туралы мәселені қайта көтеруіміз керек деп отыр. Асхат Хасенғали осы себепті етек жеңімізді жинап, солтүстікке қазақтарды көшіру бағдарламасын насихаттайық, елді нығайту жолында қолдан келгенді жасайық депті. Бірақ Серік Жолдасбай Дума депутаттарының сөзіне шамданатын жөнім жоқ. Себебі өзіміздің Көсем Назарбаев та қазақта ешқашан шекара болған емес деп еді ғой деп отыр. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.